Қайрат Сатыбалды 6 жылға сотталды. Астаналық сот оған осындай үкім кесті. Бұған қоса жеке мүлкі тәркіленіп, мемлекеттік қызметте 10 жылға дейін атқара алмайды. Оның ісі Астана қаласы Байқоңыр ауданы нөмір 2 сотында қаралған болатын. Сот отырысынан Асима Нұрбайқызы. Қайрат Сатыбалды елдегі ең ықпалды бизнесмендердің бірі болды. Ол осыдан жарты жыл бұрын Қазақтелеком және көліктік сервис орталығынан аса ірі көлемде қаржы жымқырды деген айыппен ұсталған болатын. Бүгін Астанадағы нөмір 2 сотта оған үкім кесілді. Сот отырысына айыптаушылар онлайн режимде қатысты. По обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 28 пункта. Сатыбалдыұлы 28 баптың 3 бөлігі, 189 баптың 4 бөлігі 2 тармағы, 195 баптың 4 бөлігі 2 тармағы бойынша кінәлі деп танылсын. Қайрат Сатыбалдыұлына мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару құқығынан 10 жыл мерзімге айырып отырып, 6 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Сонымен миллиардтап қаржыны жымқырып, сеніп тапсырылған мүлікті талан-таражға салған Сатыбалды 6 жыл арқалады, әрі барлық мүлкі тәркіленді. Атақ даңқтарынан да айырылады. Внести представление президенту Республики Казахстан. Сатыбалдыұлын ұлттық қауіпсіздік органдарының генерал-майоры шенінен, сондай-ақ құрмет және парасат ордендерінен айыру туралы президентке ұсыныс енгізілсін. Ол осыған дейін өз кінәсін мойындап, істеген ісіне өкінетінін мәлімдеген болатын. Әрі көліктік сервис орталығына 28 миллиард, Қазақтелекомға 12 миллиард теңге төлеп, шығыны толық өтелді. Сотталушы жазасын қауіпсіздігі орташа түзету мекемесінде өтейтін болады. Асима Нұрбайқызы, Олжас Берікбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.